Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі химия пән оқытушысы Таспаева Әсем Акбаровна. Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-теңдіктер. Сабағымыздың мақсаты электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-теңдіктер туралы түсінік қалыптастыру, электролиттік тепе-теңдік дәрежесі және оның белгіленуі туралы мағлұмат беру. Күшті және әлсіз электролиттердің айырмашылығын дәлелдеу. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже: білім алушылар тақырыппен жұмыс істеу тәсілдерін еркін пайдаланады, химиялық тепе-теңдік пен қайтымды реакция теңдеулерін жаза алады және тапсырмаларды қатесіз орындайды. Электролиттер дегенімізге ең алдымен анықтама беріп өтейік. Электролиттер дегеніміз еріген немесе балқыған күйде электр тоғын өткізетін заттар. Яғни грек тілінен аударғанда еру, ыдырау деген мағынаны білдіреді. Электролиттерге қышқыл, негіз, тұздың судағы ерітінділері жатады. Бұларда электр тоғы иондар арқылы тасымалданады. Электролиттер ерітінділерінен тоқ өткенде электродтарда тотығу, тотықсыздану процестері, электролиз жүзеге асады. Электролиз Фарадей заңдарына сәйкес жүреді. Ол таза металдар, хлор, күшті сілкілер алуда кеңінен қолданылады. Электролиттер иондық және коваленттік полюсты байланыстары бар заттар. Кристалдық торы ол иондық, яғни тұздар, сілкілер, қышқылдар. Электролиттердің судағы ерітінділерінің қасиеттерін 1887 жылы алғаш түсіндірген швед ғалымы Сванте Арениус болды. Ол электролиттік ыдырау теориясын ұсынды. Бұл еңбегі үшін оған, яғни Сванте Арениусқа Нобель сыйлығы берілді 1903 жылы. Электролиттік ыдыраудың мәні: электролит молекуласы су молекуласының әсерінен зарядталған бөлшектер, яғни иондарға ыдырайды. Химиялық тепе-теңдікке көз жүгірте отырсақ, бірдей жағдайда қарама-қарсы екі бағытта жүретін реакциялар қайтымды реакциялар деп айтылады. Яғни солдан оңға қарай жазылған реакция тура, ал оңнан солға қарай жазылған реакция кері реакция деп аталады. Тепе-теңдікке әсер етуші факторлардың бірі және бірегейі ол қысым болып табылады. Яғни бұл жерде өздерің көріп отырғандай, азотқа сутекті қосып, біз аммиак түзілетінін көріп отырмыз. Яғни аммиакты аламыз. Аммиакты ала аламыз. Және тепе-теңдікке әсер ететін факторлардың тағы да бірі ол концентрация. Аммиакпен бірге және жылу түзіледі, жылу қоса беріледі, соны көріп отырмыз. Химиялық тепе-теңдікте тұрған жүйе күйіне сыртқы факторлардың біреуімен, яғни қысым, температура, концентрация арқылы берілетін, ол бізге Ле-Шателе принцип арқылы түсіндірілген. Тепе-теңдік сол фактордың әлсірету бағытына қарай ығысады. Ле-Шателе принципі бойынша электролиттік ыдырау теориясы, яғни электролиттер ерітінділері немесе балқымалары электр тоғын өткізетін заттар болып табылады. Яғни оларға қышқылдар, негіздер, тұздар жатады екен. Электролит еместер, олар ерітінділері немесе балқымалары электр тоғын өткізбейтін заттар. Яғни оларға біз оксидтер жатқызамыз. Сванте Арениустың электролиттік ыдырау теориясының авторы болып табылады. Электролиттер ерітінділері
көрінетін дәрежеде электр тоғын өткізетін ерітінділерді электролит ерітінділері деп атайды. Ал суда немесе басқа еріткіштерде еріткенде электр өткізгіш ерітінділерін түзетін заттар электролиттік немесе электролиттер болып табылады. Яғни ережесіне, анықтамасына мұқият көңіл аудара отырыңыздар. Электролиттік ыдырау ол яғни электролиттердің суда еріген кезде немесе балқыған аниондар мен катиондарға ыдырау процесі. Өздеріңіз слайдтан көріп отырғандай анодтар және катодтар берілген. Анодтар бізде қосу белгісімен, катодтар алу белгісі арқылы көрсетілген. Электролиттердегі электр тоғы дегеніміз оң және теріс иондардың қарама-қарсы бағыттағы реттелген қозғалысы. Күшті электролиттік ерітінділерде түгелдей ионға ыдырайды. Барлық тұздар, көптеген органикалық және бейорганикалық қышқылдар мен негіздер күшті электролиттерге, яғни H2SO4, HNO3, натрий оксиді, осылар жатады. Ғылым мен техникада электролиттердің маңызы өте зор. Тірі организмдер денесіндегі барлық сұйықтар электролиттер болып саналады. Электролиттер олар яғни бағана айтып өткенімізде қышқылдар, негіздер және тұздар жатқызуымызға болады. Қышқылдар ол сутегі катиондарға және қышқыл қалдығының аниондарына диссоциацияланған, яғни ыдыраланған электролиттер. Ал негіздер ол металл катиондарына және гидроксид иондарға ыдыраған электролиттер. Ал тұздар ол металл катиондарына және қышқыл қалдығының аниондарына ыдыраған электролиттер. Күшті және әлсіз электролиттер. Күшті электролиттер деген ерітінділері немесе балқымалары иондарға толық ыдырайтын электролиттер. Ал әлсіз электролиттер дегеніміз ерітінділері немесе балқымалары иондарға нашар ыдырайтын электролиттер деп жатқызуымызға болады. Оң иондар катодқа, теріс иондар анодқа қарай қозғалады. Слайдтан өздеріңіз көріп отырғандай, иондардың бағытталған қозғалысы пайда бола бастайды. Электролиз ол электролит арқылы электр тоғы өткенде электродтарға зат бөліну процесі болып табылады. Жүйедегі тепе-теңдіктің ығысуына температураның әсерін демонстрациялау моделі. Слайдтан өздеріңіз көріп отырғандай, азот және сутек қалай жүйедегі тепе-теңдіктің ығысу арқылы температураның әсерін байқап көріп отырсыздар. Сулы ерітіндіде толығымен ыдырайтын электролиттер күшті электролиттер деп аталады. Кейбір электролиттер белгілі мөлшерде ғана ыдырайды және олардың ыдырауы қайтымды болады. Мұндай қосылыстар әлсіз электролиттер деп аталады. Ал электрондарын беретін бөлшек теріс анионға айналады. Яғни слайдқа мұқият қарап отырсаңыздар, біз слайд арқылы көріп отырмыз. Хлордың қалай анионға айналғанын. Иондық байланыс. Иондар арасында түзілетін химиялық байланыс иондық байланыс деп аталады. Ион дегеніміз не? Біз соған тоқталып өтсек, ион дегеніміз бұл электрон беру немесе қабылдау нәтижесінде түзілетін зарядты бөлшек. Мысалы, натрийға хлорды қосып, біз натрий хлоридін, яғни ас тұзын ала аламыз иондар арқылы. Және де
Ең соңғы слайдымызға көңіл бөлсеңіздер, жаңа сабақты бекіту кезеңі. Электролиттер дегеніміз не? Сіздерге сұрақ. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңіз бойынша. Электролиттер неше топқа жіктеледі және оларды атаңдар. Күшті электролиттер дегеніміз не? Мысалдар келтіріңіздер. Орташа электролиттер дегеніміз не? Оған да мысал келтіре кетіңіздер. Әлсіз электролиттер дегеніміз не? Мысал келтіру. Және электролиттердің ыдырау теориясын кім қай жылы енгізді? Жаза кетіңіздер. Және электролиттер ерітіндісі қалай жүреді? Қалай ойлайсыздар? Әлсіз және күшті электролиттер қалай жүзеге асады? Бұл бүгінгі жаңа сабағымызды бекіту кезеңі болатын. Құрметті білім алушылар, сұрақтарға толық әрі нақты жауап береді деген үміттемін және сенімдімін. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.